таңғы сағат 8-ден түнгі сағат 11-ге дейін осы жерде қызмет атқарамыз. Халықтың тыныштығын сақтап, қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Енді екінші үйім десек те болады. Екінші үйіміз осы. Кентау полиция бөліміне қарасты учаскелік 3-ші тірек пунктында 14.700-ге жуық халық саны бар. Сонымен бірге 2 мектебіміз бар, 2 колледжіміз бар, 20 дүкеніміз бар, 22 кафе барлар орналасқан біздің әкімшілік аумақта. Сондағы тыныштықты қамтамасыз етеміз. Карантин режимі бойынша түсіндірме жұмысын жүргізіп, ескертіп шығамыз тұрғындарға. Полицейлер туралы мен еш ойлаған жоқпын. Мен өмір көрмеген едім. Және милицияның үйіме келіп, жоғалтып алған кошелегімді әкеп береді деп еш ойлаған жоқ едім. Рахмет Нұрлан мырзаға рахметімді айтамын. Тірлігінің бәрі тиянақты, жақсы кісі. Нұрлан деген жігіт күн демейді, түн демейді, өзі сондай танымсыз жігіт. Өте ырза халық. Өйткені уақытысында хабарлассаң келіп тұрады, үлкенде сыйлайды, кіші сыйлайды. Оша халықтың көңілін табады. Ал енді осындай жігіттерді тәрбиелі баулап, осындай оқытып, неғып шығарған ішкі істер министріне рахмет айтамыз. Міне менің отбасым. Осы жұмыста қандай да бір жетістікке жетсем де, әйтеуір осы анамның арқасында, осы жұбайымның қолдауымен болып жатқан нәрсе осының бәрі. Түсіністікпен қарап, жұмыстан кеш келетініміз бар. Сол кезде жаңа үйден күліп күтіп алып дегендей. Осы кісілерге мың алғыс, рахмет. Мен 10 баланың анасымын. Бұл ең кішкентайым. Сол әйтеуір далаға шықса, соны үйде отырып уайымдап отырам. Қанша үлкен болса да, мен үшін кішкентайым. жылы наурыз айының 12-сі күні түнгі сағат 11-ден өткен шамада әріптесім екеуміз Түркістан қаласына қызмет бабымен кетіп бара жатқанбыз. Сол кезде Түркістан Кентау тас жолы бойында автокөліктердің тоқтап тұрған, адамдардың бір жиналып тұрған байқадық. Сол кезде біз ойымыз жол көлік оқиғасы болды ма деп ойладық. Содан жақындай келе қарасақ, бір азамат екінші азаматтың үстіне шығып, мынандай кухонный пышақ ұстап алған дәуір. Мойнына бүйтіп алып, сұғып, қайтадан алып, жаңа қылмыскер жәбірленуші сөйтіп неғып отыр екен. Қасына барайын десек, жаңа ат тастайын деген екен, әркім өз өмірін ойлады ма, жүрегіміз жетпеді. Сосын бір полиция қызметкері 181 деген нексимен мәште тоқтамай жатып, секіріп түсіп, жүгіріп барып, ананың қолында пышақты алып, шетке лақтырып, өзінің қолын қайырып, жаңа қылмыскердің қолына кісен салып, Кентау қалалық полиция бөліміне жеткіздік. Біз 20 шақты адам қарап тұрық, енді бір өзі ол кісі пышақтан қорыққан жоқ. Енді жұмысым сондай деп сөйтіп айтты маған. Біздің жұмысымыз сондай деп, мен бірақ ырзам, сондай полиция қызметкерлері көбейсін. Жүрек жұтқан азамат екен. Мен бұл ісіммен мақтанбаймын, және де өзімді ерлік жасадым деп есептемеймін. Себебі бұл біздің жұмысымыз.
Біз тұрғындардың тыныштығы үшін күндіз түні қызмет етуге дайынбыз.